Интернет кеңістігі діни ақпараттың негізгі алаңын айналды. Әлеуметтік желілер, бейне хостингтер мен мессенджерлер арқылы әртүрлі уағыздар, дәрістер мен пәтуалар еркін тарауда. Алайда осы ашықтықпен қатар қоғам үшін елеулі қауіп төндіретін құбылыс. Радикалды уағызшылардың белсенділігі де күшейе түсті. Олар әдетте діни білімді үстірт меңгерген немесе оны әдейі бұрмалап түсіндіретін адамдар болып келеді. Күрделі діни мәселелерге бір жақты, қатаң әрі төзімсіз көзқарас ұсынып, өз пікірін ақиқаттың жалғыз жолы ретінде таңады. Мұндай уағыздардың басты ерекшелігі өзгеше ойлайтындарды кәпір, адасқан немесе діннен шыққан деп жариялау. Интернеттегі радикалды насихаттың қауіпті тұсы оның жасырын әрі жүйелі түрде жүргізілуінде. Ашық экстремистік үндеулерден гөрі олар көбіне таза ислам, нағыз мұсылман, бұзылған қоғам сияқты ұрандар арқылы санаға әсер етеді. Әсіресе діни білімі таяз, өмірлік дағдарыста жүрген жастар мұндай контенттің негізгі нысанасына айналады. Радикалды уағызшылар эмоцияға әсер етуде шебер пайдаланады. Әділетсіздік, қорлық, рухани бос, кеңістік сияқты сезімдерді қозғап, шешім ретінде қатаң идеологияны ұсынады. Нәтижесінде адам сыни ойлаудан айырылып, радикалды көзқарасты діни міндет деп қабылдай бастайды. Дәстүрлі діни түсінікті ислам сабыр мен парасат, кеңшілік пен адамгершілік діні. Ал радикализм бұл құндылықтарға мүлде қайшы. Сондықтан интернеттен алынған кез келген діни ақпаратты тексеру, оны сенімді дерек көздермен салыстыру аса маңызды. Дін эмоциямен емес, біліммен ұстанылатын сенім. Қоғам үшін ең дұрыс жол діни сауаттылықты арттыру, жастарды шынайы діни білімге бағыттау және интернеттегі күмәнді уағыздарға сын көзбен қарауды үйрету. Бұл тек мемлекеттің немесе дін мамандарының ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі.